Сәлеметсіздер ме балалар? Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Абай Құнанбаевтың қыз өлеңімен танысамыз. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілксе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидеммен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы қыруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қор қылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл, бұз қамалды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жібер мұнан тұрған кәрі шалды. Балақай, саған менімен бірге оққан ұнаса, каналымызға тіркел. Келесі видеода кездескенше.